Ана Йемендік бір шайыр кісі, Йеменде кезінде бір атақты шайыр болған, қазір есімнен шығып тұр, оның аты Шырдан келетін бір кісі. Жасы бір 60-қа жақындап қалған екен жаңағы кісінің бар ғой. Сонымен Меккеде Мұхаммед шығыпты, пайғамбар шығыпты, жаңағы адамзатты игілікке бастайды екен, аманатқа қиянат жасамайды екен, ондай екен, бұндай екен, көп қой сипаттар мұсылманның. Соның барлығын естігеннен кейін шаршаған ғой анау. Адам шаршайды ғой, күн адам, білесіздер ме? Адам күн адам шаршайды. Сөйтіп те оны өзін жұбатқысы келіп, түрлі кайфушалардан іздеп кетеді. Біреу анаша шегіп кетеді, біреу араққа салып кетеді, біреу басқа бірдеңенің құзырында кетеді. Көп. Сөйтіп те соңында одан да өз-өзін таба алмай, ақыр соңында не істейді? Өз-өзіне қол жұмсауға барады. Мінекей, сорақылықтың ең шегі осы. Бірақ ол жүрек негізінде Құдайға деген жақындау мен Құдайды еске алумен тынышталатын еді ғой ол жүрек. Енді қараңыз, сол ана күнәлардан шаршаған, өмірдің біраз нәрсесін көрген, Меккеге қарай тасташ дейді ғой, бәрін тасташы болды. Ештеңе қызық қалмады өмірде, Меккеге қарай кетем дейді. Сөйтіп Меккеге жетеді. Меккеге жеткен кезде бұл атақты кісі ғой. Оны Меккенің мүшриктері күтіп алады алдынан. Сөйтіп күтіп алады да, жайша жүрсің бай, пәленше деген кезде, сендердің қалаларыңнан пайғамбар шықты ғой дейді. Шаршап кеттім дейді күнәдан. Сол пайғамбарға мен иман келтіруге келіп жатырмын дейді. Жас деген үлкейді десе, жаңағы меккелік мүшриктер айтады дейді ғой, ойбай-ау, бекер келдің ау. Оның дінінде қыздарға баруға болмайды деп айтады дейді. Көрдің бе, анау творчествоның адамы ғой, біліп тұр ғой ең әлсіз жерлерін ше. Оның дінінде неге болмайды дейді? Қызға баруға болмайды деп айтады дейді. Ойнастық жасауға болмайды деп айтады. Ондайдан мен шаршағанмын деп айтады жаңа кісі. Аралап талай елдің дәмін таттым деп айтқан екен да. Ондайдан шаршадым онсыз да. Болды. Деген кезде екінші вариантты айтты деді. Бұл өтпей қалды, екінші айтамыз деп. Олар до конца тұрады ғой енді. Адамның шайтаны сондай болады ғой. Ана жындыкі жақсы одан. Аллаху акбар десе кетіп қалып көрген. Мынаған бисмилля, Аллаху акбар десе не деп айтсың, не деп айтсың, отыра береді қасында. Сосын жаңа не деп айтты дейді? Оның дінінде арақ ішуге болмайды деп айтты дейді. Ох, деп айтты дейді. Мынау ең қиындау болды ғой деп айтады дейді. Біз ішпесек шабыт келмейді ғой дейді. Арқа қозбайды дейді. Шығару керек ештеңе. Олай болатын болса мен дайындалып келем бе екен, не істейді екен деп. Дайындалып келейін деп айтты дейді онда. Кейін келерін арақты неғыла алмаймын деп айтады дейді жаңағы. Сөйтті де кетті дейді ғой Йеменге. 6 ай өткен жоқ, Йеменде мүшрик болып өліп қалды дейді жаңағы шайыр. Көрдіңіздер ме? Біздің қазіргі күндегі кейбір жағдай осындай ғой. Мен дайын емеспін әлі. Дайындалып ойбай, сендерде анау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды. Болмайтындарды қоймаш, болатындар бар ғой тағы. Болатындар да бар ғой бізде. Біраз нәрсе болады ғой негізінде. Болмайды деп жатқан нәрселер, Ол маған емес, саған да болмайды ол.